онлайн концертімізді көруге шақырамыз. Көрермендер жиналғанша біраз күте тұрсақ, және де мен жалғыз емес, Аяулым Құнанбаева есімді ансамбліміздің әртісі сіздерге өнерін көрсететін болады. Сол кісінің де қазір кіргенін күте тұрайық. Аяулым ханымды қазір таппай жатырмыз, кішкене күте тұрсақ. Ендеше міне өзі кіріп бастап жатыр. Барлықтарыңызға қалдарыңыз қалай? Ең бірінші сұрағым келеді. Карантинде ешқандай жалықпай, іштеріңіз пыспай жатыр ма? Міне, Аяулым. Аяулым, сөйт. Нашар болып жатыр ау. Тұрсына естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Жалпы мен шығып тұрған жоқпын, е? Иә. Қайтадан шығып кетіп жатыр. Аяулым ханымның өзінің интернеті нашар ау деймін қазір. Ендеше концертімізді бастай берейік. Аяулым ханым келгенше сіздерге Боранқұлдың Кең жайлау атты күйінен тарту еткім келіп тұр. Бұл күй Боранқұл өзі ауылда өскеннен кейін осы ауылда табиғатты, кең жайлауды насихаттап, осы ауылды көркемдеп, осы кең жайлау күйін шығарған екен. Ендеше осы күйде тыңдасаңыздар болады.
аяулым ханым кішкене ауыл қаланың шетінде тұрғандықтан мүмкін сет ұстамай жатқан шығар. Сіздерге қазіргі таңда мен осы қолымдағы инструментпен таныстыра берейін. Жетіген аспабы қазір көне аспаптардың бірі болып келе жатыр. Ешқандай да бір өзінің репертуары сақталмаған десек болады. Өзінің күйлері де жоқ. Домбырадан, қобыздан алынған күйлердің барлығын осы жетіген аспабына өңдеп, қазіргі таңда солай орындап жүрміз. Сонымен қатар қазіргі таңда жетігеншілер де саны көбейіп, осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен жетігеншілер көбею үстінде. Және де өздері де оларда неше түрлі күйлерді жетігенге насихаттап, жетігенге лайықтап, насихаттап жүр. Және де жетіген аспабы ол айтатын болсақ өте сондай нәзік, адамның нәзіктігін ғана білдіретін, көптеген адамдар бұны ұстай алмайды. Тек қана жаны жақын ғана адамдар осы инструментке, осы аспапты ойнай алады десек болады. Және де бұл аспап өздеріңіз көріп отырғандай өте сондай әдемі және де қыздардың нәзіктігін білдіретін аспаптардың бірі болып келеді. Және де бұл аспаптың сіздерге үнін бүгін тыңдатқызатын боламыз. Аяулым ханым, өтінен запрос жіберсеңіз, мен сізге жіберсем, қабылдамай жатсыз ба? Сол, және де мен өзім туралы айта кететін болсам, мен Алматыдағы Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған музыка мектебін бітіргенмін. Сол мектептен кейін Қазақ ұлттық консерваториясын бітіріп, биыл тамамдап, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында қазіргі таңда магистратурада оқимын. Сонымен қатар қазір қайттан жіберейін. Жібердім. Сонымен қатар қазіргі таңда Алатау дәстүрлі өнер театрының ішінен құрылған Алатау фольклорлық ансамблінің мүшесімін. Сол жақта өнер көрсетіп, 2 жылдай ансамбль ашылғалы бері сол ансамбльдің жанында өнер көрсетіп келе жатырмын десем болады. Қазір сіздер сұрап жатқан алтыныма барлық күйлердің барлығын орындайтын боламын. Концертіміз сіздерге ұнайды деген сенімдеміз. Және де қазір аяулым ханымды қоса алмай жатырмын. Аяулым ханымға запрос жіберсек, жібермей жатыр. Енді көрейік. Және де қосылды ма? Иә. Тұрсынай, қазір кішкене экран ашылмай тұр. Тек. Және де айта кететін болсақ, осы аспаптың тарихымен танысатын болсақ, бұл аспап өзі жетіген деп айтып тұрғандай, кезінде бір қария өзінің 7 ұлын қайтыс болған сайын, жұт болып қайтыс болған сайын, әр баласына арнап 7 баласына арнап 7 ішек таққан болатын. Содан кейін бұл аспап жетіген деп аталып кетіп, қазіргі таңда сұранысқа ие аспаптардың бірі болып жүр. Жетіген аспабы жаңағы өзіміз мен айтып кеткендей, жаңағы өте қазіргі таңда үлкен-үлкен сахналарда, үлкен-үлкен жобаларда, телевизиялық жобаларда барлығында көрсетіліп, барлық жерде өзінің әдемілігімен, үнімен, барлық үнімен осы көрермендеріміздің жүрегін жаулап жүр десек болады. Аяулым ханым, барлығы дұрыс болса, сөз кезегін сізге берейік. Мен көрініп тұрмын ба, Тұрсынай? Иә, көрініп тұрсыз.
мен өзімді көре алмай тұрмын да. Жалпы қош келдік Алматы халқы, Қазақстан халқы, қазіргі біздің осындай кішкене індетімізге байланысты өзіміздің халықты кішкене жұбата отырып, кішкене көңілдендірейік деп өзіміздің концертімізді беріп басталған болатын. Кезек біздің Тұрсынай екеумізге келіпті. Осы бүгінгі күн өте сәтті күн болсын, интернетіміз жақсы ұстасын, кішкене мен кішкене тармайсып жатыр. Енді түсіністікпен қарауға тырысыңыздар. Жалпы дауысың бәрі жақсы естіліп тұр ма, Тұрсынай? Иә, барлығы дауысы жақсы естіліп тұр. Енді экранды аша алмай отырмын, өзімді көріп тұрған жоқпын. Жалпы сені жақсы көріп тұрмын. Жақсы көрініп тұрмын ба? Иә. Жақсы көрініп тұрсам, толық көрініп тұрсам. Енді көрініп тұрмыз. Енді қарашы қайттан, Тұрсынай. Енді көріндіңіз. Жалпы өзімді көре алмай тұрмын, өзім шығып тұрған жоқпын, экран пока қараңғы болып тұр. Қош келдік біздің көрермендер, сіздерді асыға күттік. Бүгінгі осы Тұрсынай екеуміздің қояйық деп отырған концертіміздің бастамасы. Бұл жалпы қазақтың халық аспаптарының, ұлттық фольклорлық аспаптарын көрсетіп, біліп таныстырақ деген ойдамыз. Жалпы білсеңіздер, мен сыбызғы аспабында ойнаймын. Қазақтың ең бірінші сыбызғышысы Талғат Мұқышев Кәріпжанұлында консерваторияны тамамдаған едім. Консерваторияны тамамдап болып, Уфа қаласында, Башқұртстан Республикасының Уфа қаласының Загир Исмагилов атындағы өнер институтын тамамдап, ол жерде менің өзімнің 2 ұстазым болды. 2 ұстазымның шеберлігін 2 жылда толығымен алдым десе де болады. Әлі де зерттеліп, әлі де қосылмаған өзімнің әлі зерттеулерім өте көп бұл аспапта. Жалпы Талғат ағайдың өзінің зерттеп, кәдімгідей сыбызғы аспабын әртүрлі аспаптардың сыбызғының әртүрлі әндерді жинап, әртүрлі күйлерді жинап, осы уақытқа дейін шығарған кітабы бар. Оны өздеріңіз білесіздер. Кітап көрініп тұр ма, Тұрсынай? Мен әлі өзімді көре алмай отырмын. Көрініп тұр, өзіңіз көрініп тұрсыз. Жалпы мінекей осындай кітап бар. Бұл Талғат ағайымыз біздің жалпы Қазақстандағы тұңғыш сыбызғышы. Осы сыбызғыны зерттеп жүр, бұл кісі әлі зерттеп жүр, әлі қорғаған әртүрлі тақырыптар көптеген жетеді. Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық академиясының библиотекасынан бұл кісінің зерттеген ғылыми зерттеулерін барып көріп оқысаңыздар болады. Сонымен қатар мен Уфа қаласында, Башқұртстандағы Уфа қаласында оқығанда мынандай кітаптар бар, әртүрлі кітаптар шыққан. Бұл кітапты өзіме ол жақтағы ұстазым, дәріс алған ұстазым маған сыйлыққа берген. Сонымен қатар сыбызғы деген аспапты енді көбінесе бізбен отырғандар мүмкін білмеуі де мүмкін. Сыбызғы деген аспап мынандай аспап. Көріп отырыңыздар, сыбызғы деген аспап. Бұл сыбызғы деген аспабымыз мына флейтаның атасы десе де болады. Алғаш Қазақстанда Болат Сарбаев атамыз зерттеп, бұл сыбызғы, сазсырнай, шаңғобыз аспаптарын зерттеп кітапқа енгізіп кеткен. Мен әлі өзімді көре алмай отырмын. Толық көрермендерге көрініп тұрмын ба мен? Менің айта кетейін дегенім, қазіргі жаңа Тұрсынай мен қосылғанша бір шығарма орындап үлгерді. Енді сөздің қысқасы, менің сыбызғы аспабында бір күйді орындағым келіп тұр. Ол күйдің орындамастан бұрын алғашқы орындаған Кәлен Құмақайұлы, одан кейін оны кітапқа түсіріп, зерттеп, кітапқа түсірген Талғат Мұқышев ағамыз, менің ұстазым. Оның мынандай Арбянның қоңыры деген күйді орындайын деп отырмын. Шығу тарихын кішкене ұзақ шығу тарихы, бірақ қысқартып өз тілімменен айтып беруге тырысамын. Шығу тарихы кезінде бір аңшының жалғыз ұлы болыпты. Аңшы менен ұлы аңға шығып, аңшы өзінің ұлына
осы аң атуды үйретеді екен. Сонымен аңшының ұлы үлкейіп ер жетіп аң ата бастайды. Аң атып жүріп бір күні олжалы аң ату аңшылық болады. Өзеннің ар жақ шетіндегі маралды көздеген бұл аңшының ұлы көздеп тұрып маралды оқтап атқан кезде маралға дөп тиеді. Марал өлгенін көріп өзінің аңшылық өнерінің биіктігін шыңға жеттім деп жүгірген ұлы өзеннің ар жақ бетіне өтудің амалын ойластырады. Бір ағаштың үстіне шығып ары қарай арғы бетке өтіп бара жатқан кезде өзеннің қатты ағып жатқан ағысы сол ұлды суға батырады. Сонымен аңшылардың олжасының арты қайғыға айланып, аңшының өзінің ұлынан айырылғандығын зар илеп, осы арбияның қоңыры деген күйменен жеткізген екен. Соны орындап берсем сіздерге. Керемет.
ешкім ешқандай адам ойнап кете алмайды. Өте көп үйде отырсақ та негізі өзім мойындаймын деп тұрмын. Кешірім сұраймын сөзімді бөлгеніме. Үйде отырып аурудан қашсақ та кішкене осы бір апта болды, кішкене тамағым ауырып, кішкене ұлым ауырған. Содан бері өзім кішкене тамағым кішкене ауырыңқырап тұр. Кішкене кем кетігі болып жатса кешірім сұраймыз әрине. Сөздің жалғасы енді жаңа Тұрсынай өзінің аспабын таныстырып өтті. Мен негізі аспаптардың әртүрлі аспаптарда ойнаймын. Әртүрлі аспаптарда ойнамастан бұрын негізі өнер жолына мен аяқ астынан келген адаммын. Медакадемияда хирург болғым келген арманым болатын. Сол арманым орындалмай мен өнер жолына өзімнің осы анамның туған сіңілісі, мықты домбырашы, осы консерватория түлегі, Семей өңірінің музыкальный колледжда ол кісі білде бір ұстаз болып отыр. Сол кісінің арқасында колледжға, музыкальный колледж, Қан Төлебаев атында деп аталатын колледжға аяқ астынан келу себебім сол. Ол жерде мен мұндай фольклорлық аспапта ойнаған емеспін. Ол жерде мен классикалық аспапта ойнап сол жерге оқуға түскенмін. Ол аспап флейта деп аталады. Флейтаны 4 жыл бітіріп консерваторияның табалдырығына келгеннен кейін аяқ астынан өмірім өзгеріп, енді тағдыр деп те айтуға болады. Сыбызғы аспабына түстім. Негізі сыбызғы аспабы өте қиын аспап. Оны қыз бала тұрмақ, ер адамдардың өзін ойнауға қиын. Оны ойнап көрген адамдар болсын, дыбысын шығарып көрейікші деген адамдар болса, сол кісілер өздері біле жатады. Жалпы өнер жолындағы адамдар түсінеді деп ойлаймын. Осы аспаптың қыр-сырын зерттеу маған әлі зерттеу үстіндемін. Әлі өзім жинақтап жатқан 2,5 жыл болды жазып жатқан бір кітабым бар, сыбызғы аспаптарын, тектес аспаптарды зерттеу бойынша. Сол аспаптардың түпкі осы мен өзім ойлаймын Тұрсынай, әлі жетілмеген негізі аспап. Әлі зерттеліп қойылмаған аспап деп ойлаймын. Сондықтан бұл аспапты зерттеп әлі орнына қоюдың өзі ол үшін біз ғана емес, онымен қатар геологтардың да зерттеп әртүрлі аспаптарды табу арқасында біз бәріміз бір-бірімізбен байланысты болуымыз керек. Сондықтан бұл аспапты әрі зерттеу үстіндеміз. Бірақ менің осы бір айта кетейін дегенім, Башқұртстанға түскенде мен ол жерден Азат Айтқұлов ағамыздан дәріс алдым. Сол жақтың мықты қорайшысы. Сонымен қатар Ишмұрат Ильбаков деген ағамыздан дәріс алдық. Ол кісінің өзінің жеке порталының өзіне шығарған аспабы бар. Ол Иш Қорай деп аталады. Ол өзінің жетіспеген кімде-кім білетін болса, сыбызғы 6 аспаптан тұрады. Әр тональске әртүрлі аспап. Бірақ әр тональсте бір нотадан жетіспеуінен ол кісінің өзінің ойлап тапқан аспабы бар. Көрінеді ма? Тұрсынай, көріп тұрды ма? Иә, көрінеді. Мінекей осындай өзінің ойлап тапқан аспабы бар. Бұл аспапта қазір Башқұртстанның бәрі ойнап жатыр деп ойнап жатқан өз көзімен көрдім. 2 жыл арасында барып келіп, оқып келіп, бір жағынан жұмыс, бір жағынан семья бітіріп, осы аспапты сыбызғымен салыстыра отырып зерттеген менің дипломный жұмысым бар. Соны кітап қып шығарсам ба деген ойым бар. Енді сөзге кезегін саған берейін. Тұрсынай, мен көп сөйлеп кеткен сияқтымын. Өте жақсы мағлұматтар айттыңыз, өте керемет. Орындауыңызда барлығына сөз жоқ, шешілігіңізге мін жоқ деп айтсам болады. Енді мен өзімнің аспабына келетін болсам, жаңа айтып кеткенде, мен Ахмет Жұбанов атындағы мектепті бітіргенмін. Сол жақта 11 сыныпқа дейін жетігенді қосымша ретінде алып жүрдім. Бірақ қатты мән бермеген болатынмын. Қазіргі таңда осы тікелей эфирде менің ұстазым отыр, Жадыра Мүсірепова. Барлық осы уақытқа дейін жеткен жетістіктерімнің барлығы осы ұстазымның арқасы десем болады. Осы ұстазымның арқасында осы Алатау дәстүрлі өнер театрына келдім. Маған үлкен өзінің еңбегін сіңірді десем болады. Көп көмектесті, көп конкурстарға апарып, барынша менің
менің тірегім ретінде мен апайымды қабылдаймын. Сол себепте мен апайға үлкен рахметімді айтқым келеді. Сол 11-ші сыныптан бастап апайымыз мектепке жұмысқа келіп, сол апайымыздың қолынан дәріс алған болатынбыз. Енді қазіргі таңда менің орындайтын күйім ол Шақабай Шолақтың Зәурен деген күйі. Зәурен қазір тыңдасаңыздар көңілді күй сияқты болғанымен өте сондай қайғылы күйлердің бірі, өйткені қайтыс болған баласына арнап шығарған күй болатын, яғни жоқтау күйі десек болады. Жалпы сөзді бөле кетейін, Тұрсынай, ол Алтай Тарбағатайдың күйі ғой. Ол Алтай Тарбағатайдың күйі көбінесе көп зерттеулер бойынша Алтай Тарбағатай күйлері мажорный болып келеді. Олар қайғылы күйінде шығарады, бірақ мажорный болып келеді. Мысалға айтқанда аңшының зары да солай ғой, негізі зарлы күй, бірақ көңілді ойналады. Естігенге мажор жағынан жазылады. Өте дұрыс айтасыз. Енді дұрыс қойдың. Зәурен күйін тарту етейін, тамашалап, өздеріңіз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, ойларыңызды жаза отырыңыздар. Және де сіздерге қойылатын тағы бір сұрақ. Карантин кезінде қазіргі таңда не істеп жатсыздар? Қандай өздеріңіз жандарыңыз қалаған заттармен айналысудасыздар? Сол жағын жазып өтсеңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Еш қысылмай, еркін түрде осы жерде бат сондай жүргізсек деймін. Иә, дұрыс. Ой, бәрекелді. Өте тамаша, керемет ойналды. Рахмет, енді сөз кезеңін сізге берейік. Бұл Зәуреннің шығу тарихын айта өтейін. Или өзің айтасың ба? Мен жаңа қысқаша айтып кеткен болатын, өзіңіз енді жалпы жарайды, ары қарай жалғастырайық. Менің өзімнің сіздерге деген мен көрініп тұрмын ба, Тұрсынай? Иә, көрініп тұрсыз. Толық көрініп тұрсам, мен өзімнің Қурай аспабына арналған бір шығарманы орындап берейін деп тұрмын. Ол Сыбызғы аспабында ойналады. Қыз ұзатқанда деген күйі. Оны өңдеп шығарған біздің Башқұртстан елінің
мықты зерттеушісі Айхолу Хәлмәнова. Сол кісінің зерттеп бұл нотаға түсірген күйі болатын, қыз жатқанда деген күйі. Соны қабыл алыңыздар. Керемет.